Қыркүйек айы тіл айлығы болып бекітілді. Осымен 3-ші жыл қатарынан аталып өтіп жатқан мазмұнды шара биыл ұлт ұстазы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналды. Сенбі күні қала бойынша 5 алаңда тіл аманаты атты акция өткізілді. Акцияға мектеп оқушылары, студенттер, қарапайым тұрғындар да белсене қатысып, Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін оқыды. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Тілдер айлығы басталғалы облыста түрлі акциялар ұйымдастырылып келеді. Шаралар Абай Құнанбайұлының 175 жылдығымен үндесуде. Абай атамыздың шығармашылығынан сұрақтар қойылып, сұраққа дұрыс жауап берген тұрғындарымызға сыйлықтар таратылуда. Сондай-ақ қазіргі таңда білім беру ордаларында ауыл, аудан, селолық округтерді қамтыған тіл айлығы жүргізілуде. Күні бүгінге дейін айдың басынан бері 100-ден астам шара онлайн түрінде ұйымдастырылды. Тілдер мерекесіне арналған акциялар қыркүйек айының соңына дейін жалғасады. Акциялармен қоса онлайн шаралар да өткізіледі.